Сәлем достар, сіздермен Азиза. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіруіңізді сұраймын. Алдын ала рахмет. Бүгін сіздермен хаггис жүргектері жайлы айтатын боламыз. Хаггис жүргектері екіге бөлінеді, ұлдарға және қыздарға деп. Біз оның қыздарға арналғанын қолданамыз. Ең бірінші рет осындай үлкен қорап заказ бергендіктен бізге өте қызық болып тұр. Сыртында 26 дана деп тұр. Біз нөмір 4-ші хаггисті киеміз. Оның ішінде 3 қорапша бар екен. Міне қорапшаның екі шетін тартсаңыздар ашылады. Міне ашып алдық. Қызымыз екеуміз біреуін алып көрсетейік сіздерге. Міне хаггис жүргектері осындай болады. Белінде резеңке тігілген. Балаларыңыздың салмағына қарай өздеріңіз таңдайсыздар. Бұл жерде нөмір 4-ші жүргек. Ол 8 бен 14 килограмм аралығындағы балаларға арналған. Міне осындай екі жақ аяқ жағына да резеңке тігілген екен. Міне Микки Маус кейіпкері бейнеленген. Балаларға өте ыңғайлы. Біз тек хаггис жүргектерін қолданамыз. Біз басқа да жүргектерді қолданып көрдік, бірақ та осы хаггис жүргектері өте ыңғайлы етіп тігілген. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.